Бүгін біз испанский чизкейк дайындаймыз. Өте дәмді, бір жасағынан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қуанып қалайын. Ал енді бастаймыз. Біздің чизкейгімізге керек заттар: творожный сыр, 4 жұмыртқа, қант, сливки жоғарғы процентте, одан кейін кукурузный крахмал. Бар болған осы ингредиенттермен шығады. Ең бірінші творожный сырымызды миксерлеп аламыз. Тек қана өзін. Содан кейін оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Қант екеуін миксерлеп болғаннан кейін жан-жағын бір жинап алып, жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, тағы да миксерлеп аламыз. Барлығын миксерлеп болғаннан кейін сливкимізді қосып, тағы да бір миксерлейміз. Үлкенде отыз алғандарыңыз жөн, менің отызым кішкене тарлау болып, жан-жағына шашырады. Одан кейін ең соңында кукурузный крахмалымызды саламыз. Егер кукурузный крахмал болмаса, жай ғана ұн салсаңыздар да болады. Шамамен бір ас қасықтай. Осы аралықта біз духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен 18 диаметрлі формада пісірдім. 50 минуттай пісіп шықты. Мінекей біздің чизкейгіміз дайын. Осындай бетіне шоколад құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.